Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қиямет күні Алланың алдына бір пенде келеді дейді. Бір пенде келеді. Ананың дейді, күнәсі 99 сижилля болады дейді. Сижилля деген парақ. Бір парақ. Бір парағы дейді, көздің ұшы жететін жерге дейін жамандығы жазылған дейді. Қараңыз. Көздің ұшы жетеді, қай жерге жетеді? Көкжиекке дейін жетеді ғой, дұрыс па? Көкжиекке дейін жететін жерге дейін жамандығы жазылған 99 парақ алып келеді дейді ана періштелер. Сөйтіп жамандық жағына қойған кезде бүкіл жақсылығын көкке күл ұшырып жібереді дейді. Ана пендеге айтады дейді Алла Тағала: "Ей пендем, осылардың барлығын сен істедің ба?" деп. Раббым, мен істедім деп айтады екен. Істедім мен. Істемедім деп айта алмайсың, ол жерде бар ғой. Айтып көр осыдан. Айтып көрсін, аузыңа печат тұрады сол жерде. Алла Тағала Құран кәрімде Ясин сүресінде айтады: "Ванахтиму аля афуахихим" дейді. Олардың ауыздарына біз мөрлерді ұрамыз дейді. "Ватукаллимуна арджулухум ва айдихим бима кану яксибун." Олардың аяқтары, қолдары дүниеде не істегендігі жайында айтып береді бізге дейді. Аузың сайрап атады ана жерде, Алланың азабын көргенде, "Ой, мен ана істеген жоқ, мен аузыңнан бір ұрады печат қылып мынадай." Сол кезде тілің сайрай алмай қалған кезде мына денеңді сөйлетеді. Аллаху лази антақа күллә шей дейді. Алла кез келген нәрсені сөйлете алады Алла Тағала. Алланың күш құдіреті бар ғой, кез келген нәрсені сөйлете алады. Өйткені сіз жоқ едіңіз негізінде. Сізді бір тамшы судан жаратты әкенің беліндегі. Міне сондай Алла ана пендеге айтады дейді: "Ей пенде, осының барлығын істедің ба?" дейді. "Раббым, мен істедім" деп айтады екен. Машалла, ынсапты адам екен да анау. Сонда Алла Тағала айтады дейді: "Бір үзірің бар ма сенің?" Үзірің деген, енді мынаны мынандай құдалар келгеннен кейін істеп қойдым, арақ тойды, мынаны бүйтіп қойдым деп, сондай үзірің бар ма? Айтатын жоқ дейді. "Раббым, ешқандай үзір жоқ, түгел істедім" дейді. Ананың бәрін оқып беріп тұр ғой енді дүниеде істеген нәрсесін бәрін. Еш нәрсе не істемейді, еш нәрсені қапы қалдырмай жазып отырады періштелер. Көрдіңіз ба? Анау бүкіл дүниедегі бәрін әкеп беріп тұр ғой алдына, көз алдына. Сонда ана пенде өзінің жағдайын біліп тұр ғой қаққа баратын. Бүкіл жамандығын мықты басып кетіп тұр да. Сонда Алла Тағала мейірімі шексіз ғой Раббымыздың. Қараш, Алланың мейірімі анасының баласына мейірімінен 100 есе артық болады екен, қараңыздар. Сондай мейірімді ананың баласынан Алланың мейірімі 100 есе артық болады дейді, хадистерде келеді. Енді соны балаңды отқа тастамайтын ғой. Алла да пендесін жақсы көретін пендесін отқа тастай сала ма не? Жоқ. Алла Тағала періштелерге айтады дейді: "Қарасаңшы, Алланың ілімі шексіз ғой. Ей, мына пенденің бір парақ қағаз алып қойыпты ғой" деп айтады дейді. Бір парақ. Надай. Бір парақ қағаз алып қойыпты дейді. 99 парақ тұр ана жақта, әрқайсысы көздің ұшы жететін жерге дейін тұр. Бір парақ қағазын не істейді сен? Не бітіреді? Деп бір парақ қағазды әкеліп таразының жақсылық жағына салса, 99 парақты көтеріп жіберген дейді. Ал жаңағы сижилляны бүкіл жамандығын ұшырып жіберген дейді. Сөйтіп жаңағы пенде қараса барып, парақтың ішінде "Ла илаха иллалла" деп жазылған дейді. Ана байғұс пенде дүниеде бір жалғыз өзі қалған кезде шын жүрегімен "Ла илаха иллалла" деп айтқан екен ғой. Алладан басқа тәңір жоқ деп.